Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен бізде Ташкент саят алып кеткен шайдың демделу тәсілімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін көріп, ұнаса тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отыруды ұмытпаңыздар. Сонымен бізге керегі көк шай, қара шай, набат, мята жалбыз, лимон, апельсин. Осылардан шай демдейміз. Жақсылап шұқалап апельсинімізді, лимонымызды тілгіштеп бөліп аламыз, дайындап. Шайымызды қайнатып қоямыз. Міне қара шайымыз, көк шайымыз, набат, лимон тілімшелері, апельсин тілімшелері, набат. Көк шайды жапырақтарынан бөлгіштеп, кішкене умаштаңқырап саламыз, дәмі иісі шығу үшін. Осыған жартылай шайды суды құямыз, қайнаған. Міне жартылай құйып алдық, аузын жауып, бетін 3-4 минутқа жауып қоямыз. Ішіндегі шайы, дәмі шығып, сосын жақсылап араластырып аламыз да, үстіне қалған қайнаған суымызды құямыз. Осылай. Міне біздің шайымыз демделді. Видеоның соңына дейін көріп, ұнатқан болсаңыз, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып отырыңыздар.